Не істесе де, не қабылдаса да ферритинін мүлдемге көтере алмайтын жандар білу керек негізгі ақпарат. Железо, темір бұл ішек құрттардың сүйікті тағамы. Егер қандай витамин қабылдасаңыз да ферритиніңіз мүлдемге көтерілмейтін болса, онда сізде ішек құрттардың көбейіп кеткенінің белгісі. Міндетті түрде 10 күн, 15 күн, 20 күн ұзақтығында ішек құрттардың тамағын толығымен тоқтатып, дұрыс тамақтануға келіп, одан кейін барып витаминдеріңізді қабылдайтын болсаңыз, ферритиніңіз міндетті түрде көтерілетін болады. Өтіңізде застой, асқазаныңыздың тұзқышқылдылығы бұзылған, бауырда шлактоксин көп, ішек құрттар көп болатын болса, анемияны емдеп ферритинді көтеру өте қиындық тудырады. Бұндай өзгерістер болатын болса, жылдап ішек құрттардан құтыла алмай жүрген болсаңыз, онда менің ағза тазалау курсыма қатыссаңыз болады. Бұл жерде менің берген күн тәртібімен, рецепттарымен 20 күн тамақтанып, 21-ші күні ағзаны толық тазалап шығамыз. Бұл жерде